Саламатсызбы? Бұл 5-ші сабақ. Конституцияның 4-ші бөліміне келіп жеттік. Парламент деп аталады. Сабақ кезінде 30 сұрақты зерделеп, соңында әдеттегідей бақылау тестін тапсыратын боласыз. Өзіңіз байқағандай, бұл бөлімде тек парламентке қатысты нормаларды зерделейтін боласыз. Кеттік. Бірінші сұрақ. Парламент қандай орган? Парламент заң шығару билігін жүзеге асыратын ең жоғарғы өкілді орган. Парламент неше палатадан тұрады? Парламент сенат және мәжіліс деп аталатын екі палатадан тұрады. Республика президенті сенаттың 15 депутатын тағайындайды. Келесі сұрақ. Мәжіліс неше депутаттан тұрады? Мәжіліс 107 депутаттан тұрады. Келесі сұрақ. Өкілеттік мерзімі мәжіліс депутаттарынікі 5 жыл болатын болса, сенат депутаттарынікі 6 жыл. Келесі сұрақ. Бұған дейін айтылғандай, мәжіліс депутаттарының өкілеттік мерзімі 5 жыл болатын болса, сенат депутаттарынікі 6 жыл. Қазақстан халқы ассамблеясы мәжілістің 9 депутатын сайлайды. Келесі сұрақ. Мәжіліс депутаттарының кезекті сайлауы парламенттің жұмыс істеп тұрған сайланымы өкілеттігінің мерзімі аяқталардан кемінде 2 ай бұрын өткізіледі. Отызға толған адам сенат депутаты бола алады. Бұл жерде мәжіліс 25 жастан, сенат 30 жастан. Бұған дейін айтқанымыздай, 25 жасқа толған адам мәжіліс депутаты бола алады, 30-ға толған адам сенат депутаты бола алады.
Парламент депутаты Қазақстан халқына ант береді. Парламент депутатын тұтқынға алуға, күштеп әкелуге, сот тәртібімен белгіленген әкімшілік жазалау шараларын қолдануға, қылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыс жасаған реттерді қоспағанда, тиісті палатаның келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға болмайды. Парламент депутаттарының басқа өкілді органның депутаты болуға, оқытушылық, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтен басқа ақы төленетін өзге де жұмысты атқаруға, кәсіпкерлікпен шұғылдануға, коммерциялық ұйымның басшы органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіруге құқығы жоқ. Келесі сұрақ. Қазақстаннан тысқары жерге тұрақты тұруға кеткен, оған қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген, азаматтығын жоғалтқан кезде парламент депутаты мандатынан айырылады. Келесі сұрақ. Бұған дейін парламент депутатының мандаттан айырылуын атаған болсақ, енді парламент мәжілісінің депутаты қай кезде мандатынан айырылады? Өзін сайлаған саяси партиядан шығарылған немесе сол саяси партия қызметін тоқтатқан кезде өз мандатынан айырылады мәжіліс депутаты. Келесі сұрақ. Сенат төрағасының қызметіне кандидатураны кім ұсынады? Кандидатураны президент ұсынады, палата депутаттары сайлайды. Ал мәжіліс төрағасының қызметіне кандидатураларды кім ұсынады? Кандидатураны ұсынатын да, сайлайтын да палата депутаттары, яғни мәжіліс депутаттары. Жалпы парламентті және парламент мәжілісін қай жағдайларда таратуға болмайды? Төтенше немесе соғыс жағдайы кезінде, президент өкілеттілігінің соңғы 6 айында, сондай-ақ осының алдындағы таратудан кейінгі 1 жыл ішінде таратуға болмайды. Парламент заңнамалық актілерді қандай нысанда қабылдайды?
заңдар, парламент қаулылары, сенат және мәжіліс қаулылары түрінде заңнамалық актілер қабылдайды. Конституцияға сәйкес республика заңдары қашан күшіне енеді? Президент қол қойғаннан кейін күшіне енеді. Президент парламентті немесе парламент мәжілісін парламент палаталары төрағаларымен және премьер-министрмен консультациялардан кейін тарата алады. Келесі сұрақ. Парламент депутатының өкілеттігі қандай жағдайда тоқтатылады? Орнынан түскен, қайтыс болған, соттың заңды күшіне енген шешімі бойынша іс-әрекетке қабілетсіз, қайтыс болған немесе хабарсыз кеткен деп танылған жағдайларда, Конституция мен конституциялық заңда көзделген өзге де жағдайларда парламент депутатының өкілеттігі тоқтатылады. Соғыс және бейбітшілік мәселелерін парламент міндетті түрде палаталардың бірлескен отырысында қабылдайды. Заңдар жобаларын қараудың басымдығын белгілеуге президенттің құқығы бар. Заң шығару бастамасы құқығы президентке тиесілі, парламент депутаттарына тиесілі және үкіметке тиесілі. Конституцияда сенаттың айрықша міндеттері белгіленген. Солардың біріне жоғарғы сот төрағасын және судьяларын сайлау мен қызметтен босату, олардың анттарын қабылдау кіреді. Сенаттың айрықша міндеттерінің тағы бірі адам құқықтары жөнінде уәкілді 5 жыл мерзімге қызметке сайлау және қызметінен босату.
Сенаттың тағы да бір айрықша міндеті ұлттық банк төрағасын, бас прокурорды, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасын тағайындауына келісім беру. Сонымен қатар Сенаттың айрықша қарауына бас прокурорды жоғарғы сот төрағасы мен судьяларын оларға ешкімнің тиіспеуі жөніндегі құқығынан айыру кіреді. Және соңғы сұрақ, Сенаттың ерекше міндеттерінің бірі ретінде мәжілістің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты, ол, яғни мәжіліс уақытша болмаған кезеңде парламенттің конституциялық заңдар мен заңдар қабылдау жөніндегі функцияларын орындау Сенаттың міндетіне жатады. Осымен сұрақтар аяқталды. Алдағы уақытта бақылау тестін тапсыратын боласыз. Дұрыс нұсқаларын белгілей отырыңыз. Бірінші сұрақ. Жасы нешеге толған адам мәжіліс депутаты бола алады? Үшінші нұсқа 25. Бұл оңай сұрақ. Парламент неше палатадан тұрады? 2 палата, Сенат және мәжіліс. Сенаттың ерекше қарауына жататын мәселелердің бірін атаңыз. Екінші нұсқа, жоғарғы сот төрағасын және судьяларын сайлау мен қызметтен босату, олардың анттарын қабылдау. Парламент қандай орган? Үшінші нұсқа дұрыс. Заң шығару билігін жүзеге асыратын ең жоғарғы өкілді орган. Президент Сенаттың неше депутатын тағайындайды? Төртінші нұсқа дұрыс, 15 депутатын. Сенаттың айрықша міндеттерінің бірін белгілеңіз.
Үшінші нұсқа дұрыс. Адам құқықтары жөніндегі уәкілді 5 жыл мерзімге қызметке сайлау және қызметтен босату Сенаттың міндеті болып табылады. Мәжіліс неше депутаттан тұрады? Екінші нұсқа 107 депутаттан тұрады. Мәжіліс депутаттарының өкілеттік мерзімі қанша жыл? Екінші нұсқа 5 жыл. Сенаттың айрықша міндеттерінің бірін белгілеңіз. Төртінші нұсқа дұрыс. Ұлттық банк төрағасын, бас прокурорды ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасын тағайындауына келісім беру Сенаттың айрықша міндеттерінің біріне жатады. Қазақстан халқы ассамблеясы мәжілістің неше депутатын сайлайды? Екінші нұсқа дұрыс. 9 депутатын. Парламент мәжілісі депутаттарының кезекті сайлауы қашан өткізіледі? Үшінші нұсқа дұрыс. Парламенттің жұмыс істеп тұрған сайланымы өкілеттігінің мерзімі аяқталардан кемінде 2 ай бұрын мәжіліс депутаттарының кезекті сайлауы өткізіледі. Жасы нешеге толған адам Сенат депутаты бола алады? Бірінші нұсқа 30-ға толған адам Сенат депутаты бола алады. Бұл сұрақ оңай. Парламент депутаттарының немен айналысуға құқықтары жоқ? Екінші нұсқа дұрыс. Басқа өкілді органның депутаты болуға, ақы төленетін жұмыстар атқаруға, кәсіпкерлікпен шұғылдануға, коммерциялық ұйымның басшы органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіруге құқығы жоқ. Парламент депутаты кімге ант береді? Төртінші нұсқа дұрыс. Қазақстан халқына ант береді.
Парламент депутатын не істеуге болмайды? Екінші нұсқа дұрыс. Тұтқынға алуға болмайды, күштеп әкелуге болмайды, сот тәртібімен белгіленген әкімшілік жазалау шараларын қолдануға болмайды, қылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыс жасаған реттерді қоспағанда тиісті палатаның келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға да болмайды. Сенат төрағасының қызметіне кандидатураны кім ұсынады? Үшінші нұсқа дұрыс. Президент ұсынады. Сенаттың айрықша қарауына жататын міндеттерінің бірін белгілеңіз. Үшінші нұсқа дұрыс. Бас прокурорды жоғарғы сот төрағасы мен судьяларын оларға ешкімнің тиіспеуі жөніндегі құқығынан айыру Сенаттың айрықша міндеттерінің біріне жатады. Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі дұрыс 6 жыл. Парламент депутаты қай кезде мандатынан айырылады? Дұрыс, екінші нұсқа. Қазақстаннан тысқары жерге тұрақты тұруға кеткен жағдайда, оған қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген жағдайда, немесе азаматтығын жоғалтқан кезде мандатынан айырылады. Парламент мәжілісінің депутаты қай кезде өз мандатынан айырылады? Үшінші нұсқа дұрыс. Өзін сайлаған саяси партиядан шығарылған немесе сол саяси партия қызметін тоқтатқан кезде парламент мәжілісінің депутаты мандатынан айырылады. Мәжіліс төрағасының қызметіне кандидатураларды кім ұсынады? Екінші нұсқа дұрыс. Мәжіліс төрағасының қызметіне кандидатураларды палатаның депутаттары ұсынады, яғни мәжілістің депутаттары. Соғыс және бітім мәселелері парламентте қалай шешіледі?
Бұл мәселе міндетті түрде палаталардың бірлескен отырысында шешіледі. Үшінші нұсқа дұрыс. Парламентті және парламент мәжілісін қай жағдайларда таратуға болмайды? Үшінші нұсқаны таңдасаңыз дұрыс. Парламент заңнамалық актілерді қандай нысанда қабылдайды? Екінші нұсқа дұрыс. Заңдар, парламент қаулылары, сенат қаулылары, мәжіліс қаулылары. Президент парламентті немесе парламент мәжілісін қалай тарата алады? Екінші нұсқа дұрыс. Парламент палаталар төрағаларымен және премьер-министрмен консультациялардан кейін тарата алады. Заңдар қашан күшіне енеді? Екінші нұсқа дұрыс. Президент қол қойғаннан кейін. Парламент сенатының айрықша міндеттерінің бірін белгілеңіз. Екінші нұсқа дұрыс. Мәжіліс өкілеттіктері мерзімнен бұрын тоқтатылуына байланысты, ол болмаған уақытта парламенттің конституциялық заңдар мен заңдар қабылдау жөнінде функцияларын орындау сенаттың айрықша міндеттерінің бірі. Қандай лауазымды адамның заңдар жобаларын қараудың басымдығын белгілеуге құқығы бар? Дұрыс. Президенттің заң жобаларын қараудың басымдығын белгілеуге құқығы бар. Парламент депутатының өкілеттігі қандай жағдайда тоқтатылады? Үшінші нұсқа дұрыс. Келесі сұрақ.
Заң шығару бастамасы құқығы кімге тиесілі? Үшінші нұсқа таңдасаңыз дұрыс. Президент, парламент депутаттары үкіметке тиесілі. Осымен 5-ші сабақ аяқталды. Келесі және соңғы 6-ші сабақта кездескенше сау болыңыз.